Кейбір адамдар өміріңе тосыннан келеді. Күтпеген жерден, күтпеген сәтте. Сол келген күні сен әлі білмейсің, олар сенің тағдырыңды өзгертетінін, тіпті күйрететінін. Мен сол күні жай ғана шаршаған едім. Сабақтан кейін кафеде 2 сағаттық смена, соңғы автобус өтіп кеткен, жаңбыр, аяқтағы арзан кроссовки, су болған. Қолымда 2 пакет, бірінде арзаннан, екіншісінде үнсіздік сияқты бірақ ауыр. Жауапкершілік. Анам ауырып жатқан. Үйде мен ғана табыс тауып жүрмін. Әкем кеткен. Керек кезде жоқ деген сөздің тірі мысалы. Сол күні мені ешкім құтқармайтындай көрінген. Бірақ қара Range Rover баяу тоқтап терезе түсіп еді, тағдыр үн қатқандай болды. Қол шатырсыз қалдың ба? Деді ол. Даусы тыныш, сенімді. Бос емес адам даусы. Әлем оған ешқашан жоқ демеген адамның даусы. Мен ештеңе айта алмай, басымды изедім. Кір, деді ол. Қарапайым, еш эмоциясыз. Бірақ сол бір сөз есік ашқандай болды. Тек көлік есігі емес. Өмір есігі. Мен отырдым. Ол жылы ауа қосып маған пальтосының жүн жағасын ұсынды. Тоңып қаласың. Кутайся. Мен сол кезде ойладым, осы адам мені байқамағанда не болар еді. Ол жол бойы көп сөйлемеді. Әлем оның алдында ауыз ашпай, тыныш тыңдайтындай. Атың кім? Деді ақыры. Аружан дедім. Ернар, деді ол. Болды 2 есім. 2 тағдыр. Жол бойы үнсіздік, бірақ сол үнсіздіктің өзі қауіпсіз сезілді. Қызық, қауіпсіздік кейде тұзақ болатынын кейін түсінесің. Әкем кеткеннен кейін бірінші рет өзімді әлсіз қыз сияқты сезіндім. Өзіме рұқсат бердім тіреліп демалуға. Саған кофе жарасат, деді ол тоқтағанда. Қала? Дедім таңырқап. Сенің шаршаған көзіңе кофе керек, деді ол. Сол бірінші қателігім еді. Кофеге келістім. Кофеханада ол мені тыңдады. Шынайы назармен, көзқарасымен. Сен ерекше дегенді сөзбен емес, көзбен айтты. Мен оны сендім. Ал сенім ең қымбат валюта. Сол күннен бастап ол жиі келетін болды. Әр жолы күтпеген жерден. Кейде кафеге келіп, жүр тынығып қайтайық дейтін. Кейде түнде телефонға. Терезеге шық. Тұрсам астыңда машина, жылы жарық, жылы жан. Мен баяу оған байланып бара жаттым. Достарым айтты. Сақ бол. Тым идеал адамдар болмайды. Мен күлдім. Сендер просто қызғанасыңдар, дедім. Қазір сол сөзді есіме алсам, өзімнен ұялам. 3 айдан кейін ол маған пәтер жалдады. Қауіпсіз жерде тұр, сен жалғысың емес, мен қамқор болғым келеді. Мен қабылдадым. Сол күннен бастап мен оның әлеміне кірдім. Ал ол менің еркіндігімді алды. Уақыт өте ол жұмсақ талап қоя бастады. Подругалармен көп жүрме, олар саған әсер етеді. Институт. Потом закончишь, сейчас время другое. Жұмыс істеме, я обеспечу. Бәрі махаббат сияқты көрінді. Қамқорлық сияқты. Ал шын мәнінде бақылаудың алғашқы белгілері. Сол кезде түсінбедім. Көбі түсінбейді. Түрмелер әрқашан темірмен емес, мейіріммен басталады. 5 жыл өтті. Мен оны жақсы көрдім бе? Мүмкін. Бірақ көбірек тәуелді болдым. Адам кейде суық торды жылы көрпеден ажырата алмайды. Бір күні шкафтан құлап түскен папканы көрдім. Ақ парақтар. Менің аты жөнім. Фотолар. Менің бұрынғы чаттарым, номерлерім, оқу үлгерім, планым. Тіпті оның әлсіз тұстары, психологиялық тип, сынған жері, әкесі деген жазулар. Мен өз өмірімді қағаздан көрдім. Өз тағдырымды оның қолымен боялғанын көрдім. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бұл махаббат емес. Бұл зерттеу. Мен объект болдым. Эксперимент. Ернар есіктен кірді. Мен папканы ұстап тұрдым. Ол жай жымиып.
Дайындадым деді ме? Деген үнмен қарады. Бұл не? Дедім сыбырмен. Это твоя жизнь. Правильно построенная. Ты бы сама так не смогла. Менің ішімде бір нәрсе сынып түсті. Мен ол сәтте өлдім. Бірақ қайта туылдым. Сол сәттен бастап мен бір мақсат қойдым. Мен кетпеймін. Мен көлеңке болмаймын. Мен құрбан емеспін. Мен жеңем. Тек жоспар керек. Уақыт керек. Сабыр керек. Кейбір кек айқаймен емес, тыныш күлімсіреуден басталады. Сол түні ол мені құшақтады. Мен үнсіз жаттым. Ішімде бір ғана ой. Енді мен ойынды ережесіз ойнаймын. Ұйықтаған жоқпын. Түн ұзақ. Экран жарығы ғана жанып тұр. Қолым дірілдейді, жүрегім ауыр. 5 жыл бойы мен оны сүйдім, сендім, соқыр болдым. Ал ол менің өмірімді зерттеп жүрген екен. Қағаздар, хаттамалар, психологиялық тесттер. Мен тірі материал. Әсер ету протоколы, эмоционалды бақылау фазасы. Қалай күлгенімді, қалай тыныстағанымды, қашан жылайтынымды жазып қойған. Менің махаббатым оның жоспары болған. Жүрегім от болып жанып тұр. Бірақ жылау тоқтады. Мен шаршадым. Енді қорықпаймын. Сабырмен ноутбукты жаптым. Қолыммен көзімді сүрттім. Кішкентай күлімсіреп қойдым. Жоқ, мен жай кеткен жоқпын. Мен оның ойынын өзіне қайтару үшін қалдым. Game on деп ішімнен сыбырладым. Таңда ол оянғанда мен жоқ едім. Бірақ оған тәтті смайл қойып good morning деп жазып кеттім. Ол өзін жеңімпаз сезінді. Яғни ол әлі түсінбеді. Кофеханаға барып кітап аштым, эмоциялардан ажырау, бақылауды қайтару. Алғашында қолым дірілдеп тұрды. Бірақ әр бетті оқыған сайын тыныштала бастадым. Сағаттар өтті. Мен тыныс алуды қайта үйрендім. Денем босады. Көзім тазара бастады. Жүрегімдегі дауыс. Сен әлсіз емес едің. Сен жай ғана сүйдің. Кешке үйге қайттым. Ол мені күтіп отыр екен. Бетіндегі сенім тым тәтті, тым аңғал. Жымиып тамақ жасадым. Үнсіз отырдым. Сөйлегенін тыңдадым. Ол сөйлейді, мен қайталаймын. Интонациясына дейін. Алдымен ол шатасады. Сосын ашуланады. Неге қайталайсың? Дейді. Жай жымиып. Сенің ойың маған ұнайды дедім. Сол сәтте ол өзін бақылаусыз сезінді. Мен оның айнасымын. Түнде ол ұйықтай алмай, бөлмені кезіп жүр. Мен басқа бөлмеде ноутбукке жазып отырмын. Ол қорқа бастады. Бұрын билеген адам енді бақылаудан айырылып жатыр. Келесі күні оған. Бүгін кездескім келмейді. Little tired дедім. Пауза. Сол бір үнсіздік. Ол жынданайын деп тұр. Бұрынғы ол қазір айқайлар еді. Бірақ қазір ол күледі. Дірілдеген, жасанды күлкі. Жарайды дейді. Көзінде қорқыныш. Мен телефонды сөндірдім. Тыныс алдым. Жүрегім бір секунд ауырмады. Түнде есік қағылды. Аштым, ол тұр. Көзі қызарып, демі ауыр. Қолында бос файл. Мен тапқан файл сияқты. Сен өзгердің дейді. Сен мені тастай алмайсың. Сен менікі. Мой проект. Мен көзіме тік қарап. Мен сенің проектің емеспін. Мен сенің қателігімін дедім. Есік жабылды. Ол сыртында тұр. Демі ауырлап, шындықпен күресіп тұр. Жүрегімде тыныштық. Үрей жоқ. Тек бір ой. Егер ол менің сезімімді басқаруға тырысса, мен оның ақылын құлатам. Бұл тек бастамасы. Мен енді құрбан емеспін. Мен ойыншы. Таң. Тыныштық, қала баяу оянып жатыр. Ал мен әлде қашан оянып қойдым. Енді поэзия жоқ, драма жоқ, тек айқын салқын ақыл. Бір кезде мен оның әлемінде жоғалған нәзік қыз едім. Қазір. Мен айна емес. Мен пышақ. Оның иллюзияларын кесе алатын өткір шындық. Телефоным вибрация. Он хабарлама.
Басы. Сөйлесу керек. Жауап бер. Неге мені елемейсің? Мен жай қарап, ештеңе жазбадым. Тыныштық ең қатыгез жауап. 5 минут. Қоңырау. Тағы. Сөндірдім. Жүрегімде бұрынғыдай діріл жоқ. Босаған орын еркіндік. Мен бүгін ол салған торды күйдіремін. Кофеханада отырмын. Терезе алдында. Қолымда ноутбук. Файлдар дайын, оның тесттері, бақылау жазбалары, бақылау жоспары. Бәрін жинап қойдым. Адам өз түнегін көргенде құлайды. Мен оған тек айна көрсетемін. Есіктен енді ол кірді. Шашы ретсіз, көзі ұйқысыз, демі ауыр. Мені көргенде бір сәт тоқтады, оған дейінгі сенімділік жоқ. Қорқыныш қана. Біз сөйлесуіміз керек деді. Дауысы дірілдеп тұр, бірақ өзін мықты қылып көрсеткісі келіп тұр. Сен маған қажетсің. Біз бірге. Мен жай ғана басымды көтеріп көзіме түзу қарап тұрдым. Асықпай, жай, тыныштықпен. Сен мені қажет етпейсің. Сен бақылауды қажет етесің дедім. Ол демін ішіне тартты. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе сынып кеткендей. Мен экранды бұрдым. Ондағы файлдар, оның жоспары. Ол өз өмірінде бірінші рет өз монстрын көрді. Сен бұны дейді. Даусы басылып қалды. Мен басымды изедім. Иә, көрдім, енді сен де көр. Ол орындыққа отыра кетті. Бұрынғы мызғымас, бәрін басқаратын адам жоқ. Қазір бос көз, үрей, жоғалту. Сен бәрін бұздың дейді ол ақырында. Жоқ дедім. Мен тек сенің жасырып келген ақиқатыңды жарыққа шығардым. Тыныштық. Ауаның өзі ауыр. Ол қолымды ұстамақ болды. Мен ақырын тартып алдым. Сен сүйіспеншілікті зерттедің. Мен еркіндікті үйрендім. Енді біз тең емеспіз дедім. Ол көзімді ұстап тұруға тырысты, бірақ шыдай алмады. Қарады, сөйлемеді. Сосын сыбырлап айтты. Демек, сен кетесің. Мен жымидым. Сабырлы, ауыр, бірақ жарқын жымию. Мен ешқашан сенен қашып кеткен жоқпын. Мен өзімді қайтарып алдым. Сөмкемді алдым. Тұрдым. Ол соңғы үмітпен. Ал біз ше? Мен есік алдында тоқтадым. Басын көтеріп оған соңғы сөзімді айттым. Біз сенің бақылау фантазияң едік. Ал мен енді шындықтамын. Сен менің жоғалтқаным емессің. Сен өзіңді өзің жоғалттың. Қадам. Сыртқа шықтым. Ауа еркін. Көше жарық. Телефонды қостым. Блог. Тынысым терең. Мен енді оның ойынында құрбан емеспін. Мен өз тарихымды жазып жатырмын. Ал ол әлі ішіндегісін жеңе алмай қалады. Тек өз көлеңкесімен бірге. Мен күліп қойдым. Мен әлсіз болмадым. Мен дұрыс уақытты күттім.